Ахмет Байтұрсынұлы. Ешек пе бұлбұл? Бір күні бұлбұл құсты ешек көрді. Қасына сөз айтпаққа жақын келді. Сыртыңнан сайрағыш деп жұртмақтайды. Тыңдайын достым, біраз сайра деді. Ешектің сөзін бұлбұл құлағын салып, ешек тұра қалды. Даусын әлденеше түрлендіріп, сандуғаш не әдемі әнге салды. Ешектің сөзін бұлбұл қабыл алды. Бұлбұл түрлі әнге сайрайды, бірі нәзік, бірі анық. Даусын әлденеше түрлендіріп, сандуғаш не әдемі әнге салды. Сайрайды, бірі нәзік, бірін қатты. Кейде ысқырып, кей уақыт таңдайға ақты. Жел тынып, құстар қойып шулағанын, қойлар да күйсін тыйып тыңдап жатты.